10 сынып геометрия. Бөлім. Кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесі және векторлар. Тақырып: векторлардың скаляр көбейтіндісі. Сабақ мақсаты: кеңістіктегі векторлардың скаляр көбейтіндісінің анықтамасы мен қасиеттерін білу, координаталық түрдегі векторлардың скаляр көбейтіндісі формуласын білу және оны есептер шығаруда қолдану. Кеңістіктегі екі вектордың арасындағы бұрышты есептеу. Кеңістіктегі векторлардың перпендикулярлық шартын білу және қолдану. Векторлардың қосындысы вектор болады. Векторлардың айырмасы да вектор. Вектордың санға көбейтіндісі де вектор болатын білесіздер. Ал екі вектордың скаляр көбейтіндісі сан болады. Яғни скаляр көбейтіндісі аттары айтып тұрғандай, екі вектордың скаляр көбейтіндісі скаляр шама болады. Векторлардың скаляр көбейтіндісі орт векторының координаталары үшін келесі теңдік орындалады. Яғни бірлік векторлар. I векторының скаляр көбейтіндісі I тең Ж көбейтілген Ж тең К көбейтілген К-ның көбейтіндісі 1-ге тең. Ал I көбейтілген Ж көбейтілген К, бұл Ж көбейтілген К, I көбейтілген К-лардың көбейтіндісі 0-ге тең. Декарттық координаталар жүйесінде векторлар берілген болсын. А векторының координатасы x1, y1, z1. Б векторының координатасы x2, y2, z2. Енді А векторының координатасын орттар бойынша жазатын болсақ, x1i плюс y1j плюс z1k. Б векторының координатасы орттар бойынша x2i плюс y2j плюс z2k. Сонда А және Б векторларының скаляр көбейтіндісін x1i плюс y1j плюс z1k векторын скаляр көбейтеміз x2i плюс y2j плюс z2k векторына. Яғни екі жақшаны бір-біріне көбейтеміз. Сонда бізде x1 көбейтілген x2 көбейтілген i квадрат плюс y1 көбейтілген x2 көбейтілген i көбейтілген j векторы плюс z1 көбейтілген x2 көбейтілген i және k векторларының көбейтіндісі плюс x1, y1 және i, j векторларының көбейтіндісі плюс y1 көбейтілген y2 көбейтілген j квадрат плюс z1, y2 көбейтілген j k векторларының көбейтіндісі плюс x1, z2 көбейтілген k мен j векторларының көбейтіндісі плюс y1, z2 көбейтілген j мен k векторының көбейтіндісі плюс z1 көбейтілген z2 көбейтілген k квадратқа. Енді i квадрат, j квадрат, k квадраттарының орнына 1-ді қойып, i, j және j мен k, i мен k-лардың көбейтіндісінің орнына 0-ді қоятын болсақ, онда A және B векторларының скаляр көбейтіндісі x1 көбейтілген x2 плюс y1 көбейтілген y2 плюс z1 көбейтілген z2-ке тең болады. Анықтамасын айтайық. Векторлардың скаляр көбейтіндісін. 0-дік емес, екі вектордың скаляр көбейтіндісі деп, осы векторлардың модульдері және арасындағы бұрыштардың косинустардың көбейтіндісін айтады. Егер векторлардың кемінде біреуі 0-ге тең болса, онда олардың скаляр көбейтіндісі де 0-ге тең болады. А1 векторының А2 векторына скаляр көбейтіндісі тең А1 векторының ұзындығы мен А2 векторының ұзындығының көбейтіндісі және олардың арасындағы косинус фи бұрышының көбейтіндісіне тең. Координаталармен берілген А1 координатасы x1, y1, z1 және А2 координатасы x2, y2, z2 екі вектордың скаляр көбейтіндісі келесі формуламен беріледі. А1 мен А2 векторының көбейтіндісі тең x1 көбейтілген x2 плюс y1 көбейтілген y2 плюс z1 көбейтілген z2. Сонда, егер векторлар
координаталармен берілген болса, онда екі вектордың скаляр көбейтіндісі олардың сәйкес координаталарын көбейтінділерінің қосындысына тең. Енді векторлар арасындағы бұрыштарды табайық. А және Б векторының арасындағы бұрыш 30 градусқа тең. А мен С векторының арасындағы бұрыш 120 градус. Себебі Б мен С векторының арасындағы бұрыш 90 градусқа тең. Ал Д мен С векторының арасындағы бұрыш 180 градус. Д мен F векторының арасындағы бұрыш 0 градусқа тең. Екі вектор арасындағы бұрыш 90 градус болса, онда олар перпендикуляр немесе ортогональ деп аталады. Мұнда В векторы С векторына перпендикуляр, Б векторы Д векторына перпендикуляр, Б векторы F векторына перпендикуляр. Енді скаляр көбейтіндінің қасиеттеріне тоқталайық. Векторлардың скалярлық көбейтіндісінің формуласын қолданып, екі вектордың арасындағы бұрыштың косинусын анықтауға болады. Векторлардың скалярлық көбейтіндісінен косинус фи тең А1 мен А2-нің скаляр көбейтіндісін осы векторлардың ұзындығына бөлгенге тең. Қасиеттерін тұжырымдайық. А және В векторының скаляр көбейтіндісі Б векторы мен А векторының скаляр көбейтіндісіне тең болады. Орын ауыстырымдылық заңы бойынша. ТА векторының Б векторына скаляр көбейтіндісі Т санын А мен Б векторының скаляр көбейтіндісіне көбейткенге тең. Терімділік қасиет бойынша. А және В векторларының қосындысын С векторына көбейтіндісі тең болады. А мен С векторының скаляр көбейтіндісін қосу Б мен С векторының скаляр көбейтіндісіне. Егер А мен В векторларының арасындағы бұрыш 90 градус болатын болса, онда А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Себебі косинус 90 градуста 0-ге тең. Олай болса, А және В векторларының ұзындығын 0-ге көбейтсек, ол 0-ге тең болады. 0-дік емес, векторлардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Сонда, тек сонда ғана, егер олар перпендикуляр болса. А мен Б векторлары арасындағы бұрыш 90 градустан кіші болса, онда А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ден үлкен болады. Себебі косинус бірінші ширекте оң. Егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі оң болса, тек сонда ғана, егер олардың арасындағы бұрыш сүйір болса. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ден үлкен болады, егер А және Б векторының арасындағы бұрыш 90 градустан кіші, яғни сүйір болса. Егер А және Б векторларының арасындағы бұрыш 90 градустан үлкен болатын болса, онда А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ден кіші болады. Себебі А және В векторларының арасындағы бұрыш 90 градустан үлкен болғандықтан, косинус екінші ширекте теріс. Сондықтан олардың скаляр көбейтіндісі 0-ден кіші болады. Яғни теріс сан болады. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі теріс болады, егер олардың арасындағы бұрыш доғал болса. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі сонымен тең болады А векторының ұзындығы көбейтілген Б векторының ұзындығы және осы векторлардың арасындағы бұрышының косинусының көбейтіндісіне тең. Енді қасиеттеріне тағы да тоқталатын болсақ, екі вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады, егер бұл екі вектор перпендикуляр болса. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі оң сан болады, егер осы екі вектор арасындағы бұрыш 90 градустан кіші болса, яғни сүйір болса. Егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ден кіші болады, егер осы екі вектордың арасындағы бұрыш 90 градустан үлкен,
яғни доғал болса. А векторының квадраты тең болады А векторының ұзындығының квадратына. Егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі нөлге тең болса, онда екі вектор ортогонал векторлар деп аталады. Немесе екі вектор бір-біріне перпендикуляр деп айтылады. Егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі олардың ұзындықтарының көбейтіндісіне тең болса, онда бұл екі вектор бағыттас, яғни коллинияр. Егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі осы векторлардың ұзындығының көбейтіндісін минус осы векторлардың ұзындықтарының көбейтіндісіне тең болса, онда берілген екі векторымыз қарама-қарсы бағытталған. Енді мысалдар қарастырайық. А, В, С-ді тетраэдрінің барлық қырлары тең. М және N А-ды мен В-сы қырларының орталары. Мн мен А-ды векторының скаляр көбейтіндісі нөлге тең екенін дәлелдейік. А, N-ді үшбұрышын қарастырайық. А, В-сы тетраэдрінің барлық қырлары тең болғандықтан, N, N-ді, А-ды қырлары бір-біріне тең. М нүктесі А-ды қырының ортасы болғандықтан, АМ тең М-діға. N нүктесі де В-сы қырының ортасы болғандықтан, яғни АН-да N-діға тең. Олай болса, Мн медианасы берілген АН-ді үшбұрышының әрі бисектрисасы, әрі биіктігі болады. Олай болса, Мн және А-ды векторларының скаляр көбейтіндісі осы Мн векторының ұзындығы мен А-ды векторының ұзындығының косинус бұрышына тең. Яғни косинус бұл екі вектор арасындағы бұрыш 90 градусқа тең. Косинус 90 градуста нөлге тең. Олай болса, бұл екі вектордың скаляр көбейтіндісі нөлге тең болады. Келесі мысал қарастырайық. А, В, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 кубы берілген. Қырлары бірге тең. А-ды1 және В-сы векторларының скаляр көбейтіндісін табайық. А-ды1 векторы В-С1 векторына параллель болғандықтан параллель көшіреміз. В-С1 мен В-сы арасындағы векторларының скаляр көбейтіндісін табайық. В-С1 мен В-сы векторларының скаляр көбейтіндісі осы В-сы С1 векторының ұзындығы мен В-сы векторының ұзындығы мен олардың арасындағы косинус бұрышының көбейтіндісіне тең. Мұнда В-С1 мен В-сы қырының арасындағы бұрыш, то есть В-С1 мен В-сы векторларының арасындағы бұрыш 45 градусқа тең. Себебі В1 С1 С квадрат. В-С1 осы квадраттың диагоналі. Яғни бұның ұзындығы түбірасты 2-ге тең. Ал В-сының қыры ол 1-ге тең. Олай болса, 1 көбейтілген түбірасты 2 көбейтілген түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Бұл тең болады 1-ге. Яғни косинус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Олай болса, берілген В-С1 мен В-сы векторларының скаляр көбейтіндісі 1-ге тең екен.